Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыз. Саламатсыз. Бүгін бізде кезекті сабағымыз, бірақ алдымен өткен тақырыпты қайталап алайық, иә? Өткенде қандай тақырып оқыдық біз? Құрылымдар, статикасы, иә? Өткен тақырыпты қайталау үшін біз білікті сұрақтарды жауап берейік, яғни ұяшықтар таңдау арқылы өткен сабаққа жауап берулеріңіз керекпіз. Яғни алдымызда 10 сұрақ, 9 сұрақты әрқайсыларын таңдап, сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Бірінші тапсырма. Түсінікті ма? Иә. Иә, таңдауларыңызға болады. Кім не таңдайды? Кімге баға алғысы келеді? Мен. Бәрі. Иә, яшық. Мен. Әділет, қандай яшық таңдайсыз? Бірінші. Сызба дегеніміз не? Бұйымды жасап шығару немесе құрастыру үшін керекті ақпараттар түгелдей бар құжатты атайды. Келесі сұрақ, онда мен рет-ретмен аша берейін, иә? Бізде келесі тапсырма, яғни сіздермен бірге әрбір сабақтан кейін термин сөздермен жұмыс жасаймыз, ағылшынша және қазақша тілдегі терминдермен. Сонымен қатар Quizlet.com сайтын қолдану арқылы қазір өткен тақырыпты пысықтау барысында сол терминдермен жұмыс жасаймыз. Ол үшін сіздердің бірінші қызметтеріңіз Google Classroom платформасына қайтадан оралсаңыздар, мен сіздерге сілтеме жібердім. Көрдіңіздер ма? Сол сілтемені басу арқылы тапсырмаларды орындайсыздар. Яғни сілтемені басқан кезде сіздерде Quizlet.com парақшасы шығады. Ең бірінші сіздердің тапсырмаларыңыз, яғни бір-біріне байланыстыру, ағылшынша және қазақша сөздерді байланыстыру арқылы тапсырмаларды орындау. Сонымен кеттік, әркім өз тапсырмасына кірсін. Егер тапсырмалардың бәрін жауап беріп болсақ, біз жаңа тақырыпқа көшейік. Сіздердің тапсырмаларыңыз келеді. Бүгін әзірге 8 адам сабақ барысында сіздер тапсырып жатарсыздар, бірақ бүгінгі тақырыбымыз, көрсеңіздер, сіздердің ленталарыңызда кітаптың сілтемесін жібердім, сол сілтемені басқан уақытта сіздерде Дүзелбаеваның инженерлік графика деген кітабы шығады. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз геометриялық өзгеретін және өзгермейтін жүйелер, жүйенің еркіндік дәрежесі. Яғни геометриялық өзгеретін және өзгермейтін денелер деп нені түсінеміз? Өз пішінін өзгерте алатын, өз еркімен өзгерте алатын пішіндерді геометриялық өзгермелі пішіндер деп атаймыз.
яғни формула өзгере алмайтын пішіндерді біз өзгермейтін пішіндер деп атаймыз. Аха. Екінші жүйелер деп атаймыз. олай болатын болса, бүгінгі біздің сабақтың соңғы кезеңдерінің бірі, яғни кері байланыс рефлексияға келдік, иә. Яғни бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз, сіздерге не ұнады, тапсырманы орындауға қандай қиыншылықтар туындады, сонымен бөлісе өтсеңіздер. Төлебей, не ұнады сізге? Қандай сабақтан әсер алдыңыз? Бүгінгі сабақ өте қатты ұнады. Сабақ қызық өтті. Жаңа сөздер үйреніп, сөздердің қызға сөздердің ағылшынша сақтап, біз өте ойнаған ұнады. Абдусамат? Маған бүгінгі сабақ ұнап қатты. Себебі қызық болды. Группада алдымен сөйлесіп, әртүрлі ойындар ойнап, мықты не Олай болатын болса, бүгінгі сабағымыз осымен таман. Қазір жіберген тапсырмаларыңызды тексеріп, тиісінше бағаларыңызды жекелеріңізге жіберетін боламын. Ал үйге берілген тапсырмаға келетін болсақ, жәнегі жіберген сілтемеде 396 парақта қайталау сұрақтары деген сұрақтар тұр, иә. Яғни алғашқы 5 сұраққа жауап береміз, сол сұрақтың жауаптарын маған қайтадан жіберетін боламыз. Бүгінгі тапсырма осы, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.